Вот такой песок каждое лето надвигается на дома в поселке Жылтыр. Целые горы песка. Менің есімім Әлібек, осы Жылтыр тұрғынымын. 70 жылдан бері осы Жылтырда тұрып келем, осы жылда елді мекенде. Мынау міне мен көріп отқандай үйім тұрғылықты жердегі. Міне құм басты, былтырда 2 жылдықта аудан әкімшілігі де, жергілікті әкімшілік те осы көмек беріп алдырған мен де сол. Әлі сол нәтиже баяғыдай алдырып береді, бірақ бір жылда осындай болып қайтадан басып қалады. Көшпелі ғой мынандай міне. Көшіп бірге шығыс жақтан батысқа қарай соғады. Сол кезде мына құмның бәрі бізде ұстайтын жақта ешқандай жер жоқ. Қоршауларымыз бар. Қоршаудың үстінен қазір 2 метр қадамен етеді, ол 1 метрге дейін уже құм басып болды, сиыр мал үстінен аттап өтіп жатыр. Поселок Жылтыр Шалкарского района. Термометр показывает выше 40 градусов. Но жара — это не самая главная проблема этого поселка. Самая главная проблема — это то, что дома и другие постройки заносят песком. Песок идет в поселок с пустыни Большие Барсуки. Это дом культуры поселка Жылтыр. Вокруг него вот такие пески. Но екі шеткі үй дейсіз ғой. Иә, айналып тұр ғой. Тап құм басатын. Иә, құм басады. Міне талды еккен талдарына дейін басып кетті. Қоршап. Қоршап басып. Міне жаңағы үйдің сыртының бәрі осы айналып тұр. Қанша машина құм бар? Қанша уақыт жұмыс істеу керек? 1,5 ай, 2 айда істейді ғой. Машинамен, погрузчикпен тасу үшін 1,5 ай керек, да? Мынаның бәрін тасып, мына жерді тазалау үшін, да? Жылда осылай, да? Жылда осылай. Бірақ күзде береді машинаны. Техника. Күзде бізге жазда да бергісі келеді, бірақ оған жазда жүре алмайды техникалар, ала алмайды. Батады, нете алмайды. Өздері ана құмға. Иә, қатқан кезде ғана келеді жерге. Жер қатады, сол кезде келіп алады. Бекжан, осы ауылдың тұрғынымын. Жолдасым Ахмет Уайс, ол қайтыс болды. Осы жақта тұрып жатырмыз. Мына жерлердің бәрін бұрын құм басқан, мына жерде сарай, монша бәрі тұрып еді былтыр. Алдыңғы жылы осы трактормен әйтеуір қайта айтып әкімге барып арыз жазып, сонымен мына жердің бәрін шамал топырағын алып, сарайларымыздың бәрі кетті. Топырақ басып кетті, үйге келді. Амал жоқса арыз жазып, осының бәрін алып. Топырақпен бірге қорада кетті. Қорада кетті. Мына жерде құмның астында қалды ғой да? Астында қалды. Мына қора қалды екі бастан. Құмның астында қалды мына жердегі. Мына жердегі монша, қазан ошақ, тағы сарайларымыз бар еді, ол кетті. Толайкым үйге дейін барды былай. Құм деген. Сосын амал жоқ арыз жазып, алдырдық, қайта әкімге айтып сөйтіп. Енді тағы да құм басып келеді. Мынау қадалардың бәрі өзі шіріді. Неше жыл болды уже. Алмастыру керек бәрін. Мыналар шіріп уже құлап жатыр. Оған халықтың әлі өзінің келмейді, ақша жинаса да. Оған дұрыс немен қоршаса екен деп ойлаймыз мынаны. Үкіметтен көмек керек дейсіз? Үкіметтен көмек сұраймыз. Үлкен көмек сұраймыз. Мынаған үлкен көмек керек. Анжерлерді де осы көршілер болып, шалым бастап, мынайдың адамына ермекбай ағай бастап, бәрі анжердің бәрін қоршап, қазір жиделердің бәрі өспей тұрған талдардың бәрін өсіріп, қолдан егіп, бәрін жайсан қылып қойды. Мияқтың бәрі іріп тұр. Енді бірақ қоршау дұрыс емес. Алардың бәрі сол үкіметтен көп көмек сұраймыз. Құмдар бәрі бір тағы басып келеді мына жерге. Ауылдың көркейгені. Мәселесі қашан басталды? Неше жыл болды? Осы 10 шақты жылдан асып кетті. 10 шақты жылдан да ары шығартып. Тұрғындар өзінің қолынан келгенін. Иә. Қолынан келгенін аямай істеп жатыр, ақша жинап жатыр, өздерінің қалталарынан салып жатыр, көрші бәріміз жинап әйтеуір. Ана моторды да алып беріп жатыр, су толтыратын емкісті да алып беріп, шалым ана жерге қойып, құдыққа су өзі мына жерде. Еңбегі деген енді жазды күні жаз шықса, тек көктем шықса, тек жыбырлап қоршаудан шықпайды. Түйені айдайды, сиырды айдайды, бұзылған жерлер андай сымдарын жалғап, талдың бәрін мына машинамен тасиды, мынайдың машинасы бар. Ана жерден тал көріп көрдім деп кесіп қояды, талтарды.
жаңа қалғандарлар соның бәрі мына істеген солар ғой. Енді мына қоршауды дұрыстап мына темірмен қоршай ма, дұрыстап мына қоршауды дұрыстап берсе, сосын мына құмды бізге тазалап ысырып берсе дейміз. Себебі үйімізді уже келіп Это ограждения, которые для защиты от песка жители приспособили сами. Все, что своими руками сделали местные жители, хоть как-то помогает удерживать песок. Но этого мало, говорят пенсионеры. Они рассказывают, что собирали вот такую пластиковую посуду по мусорным свалкам и сделали такой полив. Они льют воду вот в такие приспособления для того, чтобы вода не растекалась по поверхности, а уходила вглубь, чтобы могли влагой напитаться корни деревьев, чтобы они выросли вот такие большие. Лесхозына келіп отырғызды, ана Рамазан деген ағам отырғызды, келіп. Көрдің бе, қандай болып шығып тұр? Өте үлкен болып өседі. Өте үлкен болып өсіп тұр. Ол қоршауды қоршаған, жаңағы айтқан Раис деген, Уайс деген ағаңыз, жаңағы Лена деген апаңның жолдасы, өзі қоршады. Сосын ағаштарды алып келдік. Осы ағаштарды ектік, көрдіңіз бе, қара ағаштар шығып тұр. Отырғызды. Бірақ марқұм осының бәрін гүлдендірсем деп ойлайтын еді. Ол енді ананың ішіне алма ағашын, сондайларды егуді армандап жүреді. Жаңағы жеміс ағаштарын, мына бір топырақты тоқтатып алсақ, жеміс ағаштарын егіп, соның қызығын көрсек, соны дәлелдесек деп жүреді. Енді марқұм болып кетті. Енді соның ізін жоғалтқан 19-да дейді, 20-да басталды ғой, карантин басталды. Сол кезде карантиннің кезінде мына қоршағанбыз. Мынарда дымда болған жоқ, мынау сияқты жер болды. Тақыр. Мына дым болған жоқ. Мына жағын тұрып көрдіңіз бе? Соны қоршадық, уже 2 жылда результатын берді. Көрдіңіз бе, жиде ағаштары шығып тұр. Тоғай. Енді мұны айтқандағы мақсатымыз не? Мына жер ауылдың айналасын қоршаса, мына ештеңе егілген жоқ, просто өз шықты. Қазір қара керемет. Осыны мынаның бәрін біздің ойымыз, мынаның бәрі қолдан кесіп әкелген ағаштар бар жерден жинап. Халықтың өзінің жиналып істеген нәрсесі. Енді осыны үлкейтіңкіреп, сосын кәдімгідей ақша бөліп, кәдімгі кемер қадамен немесе железе бетонный қадалармен. Осы қоршаудың көлемі қандай? Білмедім, есептеген жоқпыз біздер өзіміз. Мынанда қоршаса, мынандай болып, әдел болып тұрады. Мынада 71-ден жиденің төбі бар. Ешкім ештеңе еккен жоқ, қоршадық, шықты. Суарған жоқсыз ба? Жоқ, мына өзі бір керемет жер өзі бар, сондай. Ертеде тоғай болған дейді ғой, баяғы заманда. Енді мына жиденің ненің тұқымдары жатыр, маржик. Мына қоршаса, оған суарудың, қараудың керегі жоқ, қоршап қойса, мынандай тоғай болады бірек. Осындай қоршау керек деп шағымдандыңыз ба? Айтылды. Ол айтылды, бірақ ауылдың әкіміне айттық қой. Бірақ олар ақшаға тіреледі келіп. Істегісі келеді, бірақ ақшаға тіреледі. Ақша жоқ. Қанша қаражат керек? Менің ойымша, енді бұрынғы қоршау 10 шақты жыл болып қалды, мұны қоршағанда да. Ішіне керемет шөп шығып тұр, әдемі, топырақ ұстап тұр. Бірақ енді дегенмен мынаны ремонттайтын, жөндейтін уақыт келдік көріп тұрсыз ғой міне. Мынадан ірі қара малдар аттап кетеді. Үзілген, басқа жағы көмілген. Мынандай қосымша тегайшын істеп қойған мынандай. Мал өремесін. Вот осыны дұрыстау керек, осыны жөндеу керек. Осы қоршау болса, ішіне табиғи шөптердің бәрі шығады. Ауылды топырақтан қорғайды. Көрдіңіз бе? Ана темірден істелген, міне ана қосымша мынандай жалға жіберген. Оны мен түсінген жоқпын қалай болған. Енді мына уже құлап жатыр ғой, көрдіңіз бе? Мынаға мал кіреді. Былтырда мына жер осындай болып, болы болып жатқан, тап-таза болып. Енді бейт тым жақсы мынандай шөп шығып, тым жақсы болып қалып еді, енді мынандай болып. 2023 жылы октябрь айында күзді күні одан әкімі Жанболат Жидеқалов лесхоздың жаңағы мекемесінің басшылары осы жерге жаңағы ағаш отырғызамыз деді.
ол не бойынша 35 мың деді, артынан 24-25 мың отырғызды деді. Мына осы полосаға отырғызды 24 апрель айында. Бірақ бірде-бір тал шықпай қалды. Сонымен осы жер ештеңе шықпай қалды. Проблему поднимали еще наши сотрудники. Вот был Гайль в 50-е годы. Вот этот человек уже тогда писал в своих статьях, что имеется у нас здесь такие культуры, как Жузгун, Кумарчик, Ахселев. Это культуры он называл пионерами закрепления песков. На песках другие культуры не могут сохранить свои всходы, так как сам песок, вот этот мелкий, это абразивный материал. И нежные всходы всегда, когда идет ветер, они разбиваются, вот эта кутикула, эпидермис, вернее, растений, они еще нежные же при всходах, песком шлифуются, да, и они сразу просто попробовали там в этом вот в Жилтере, там был участок огороженный в то время. Они сами... Начало 2000-х, да, годов? Да. Они где-то 50 гектаров огородили с восточной стороны Жилтера. И на это, видимо, из бюджета деньги были выделены, там неплохо было ограждение. И наша опытная станция там посадила полосы именно из Жузгуна сначала. Он закрепился хорошо, держал песок, тоже неплохо. Потом мы начали туда подсевать уже, и вот эти вот пионеров подсевали, и хиях подсевали, и полынь черную подсевали, шагр так называемый, песчаную полынь. И в общем, закрепился этот песок. Потом так получилось, что, в общем, вот эти ограждения попадали, песок выдувается же там снизу, и туда начал заходить участок, опять оголен. И сейчас западнее сделали, сейчас вот ограждение стоит, и там тоже надо именно такую вот систему делать, такие же растения высаживать. Но по моему личному опыту, да, если экономить деньги, то нужно просто делать ограду, чтобы скот туда не заходил. Потому что вот этот пасущийся скот, все равно, что бы вы там ни сажали, он все равно опять будет все разрушать. Даже если ничего не сеять, она самосевом туда придет. Вот ветрами с пустыни, вот с закрепленных участков будет переноситься трава. Самое главное — ограждение. Да? Да, это самое главное. Если нет ограждения, то бесполезно. И самое дорогое — это вот тоже ограждение.